Нью-Йорк қаласында Эдди өз фургондарын жөндеу шеберханасынан қайтармақ болады, бірақ жалдау ақысына арналған барлық ақшасын ұсынғанына қарамастан, бұл шотты төлеуге жетпейді. Осы сәтте оған қызы Сара қоңырау шалады, бірақ Эдди оны елемей, механикпен дауласа беруді жөн көреді. Эдди фургон оған қызын алып кету және жеткізу қызметін атқару үшін қажет екенін түсіндіреді. Алайда механикке бұл бәрібір. Кейін Эддиге бұрынғы әйелі қоңырау шалып, оған айғайлайды, себебі ол әлі Сараны мектептен алып кетпеген, ал қыз мектепте күтіп отыр. Әйелі оған қызын ешқашан бірінші орынға қоймайтынын еске салып, қоңырауды тұтқалай салады. Үмітсіздікке түскен Эдди үстелде жатқан бір қызметкердің әмиянын байқап қалады. Ол әмиян иесін арандатып, өзіне итеріп жіберуге мәжбүрлейді. Осы сәтте ешкім байқамай тұрған кезде әмиянды ұрлап үлгере шығып кеткен соң, әмиянды тексереді, бірақ ішінен көп ақша таппағанына көңілі қалады. Бас даңғылға шыққанда ол жаңа құрбандарды іздей бастайды, бірақ ештеңе иесіз қалмаған. Көліктердің есіктерін тартып көреді, біреуі ашық шығар деп үміттенеді, бірақ бәрі жабық. Бір көліктің есігі арс ете түскен итпен шыға келеді. Бұл Эддиді шошытады. Алайда ол итпен дос болып, оған су береді. Сондай-ақ ол достарына ақша сұрап хабарласады, бірақ ешкім көмектеспейді. Лотерея билеттерін сатып алып көреді, алайда бірде-бірі жеңіс әкелмейді. Келесіде Сара қоңырау шалғанда Эдди тұтқаны көтереді. Қыз оған өзін тастап кеткенін айтып ренішін білдіреді, бірақ соған қарамастан оны әлі де жақсы көретінін де айтады. Қоңырау аяқталған соң, Эдди қымбат джиппен қашықта тұрған автотұрақты байқап, көліктің есігін тексереді. Күтпеген жерден есік ашық болып шығады. Ол бірден ішке кіріп, бағалы бірдеңе табуға тырысады, бірақ тек күн көзілдірігін ғана табады. Қасынан біреу өткенде, ол бетін бұрып, түрін жасырады. Ұрлайтын ештеңе таба алмаған соң, Эдди көліктен шығуға дайындалады, бірақ есік өздігінен жабылып, енді ашылмайтынын көреді. Ол үрейленіп, басқа есіктерді тексереді, итеріп көреді, бірақ ештеңе шықпайды. Қасынан тағы біреу өтіп бара жатқанда, жасырынып қалуға мәжбүр болады. Ол терезелерді жұдырықтап, тепкілейді, бірақ олар сызатта түсірмейді. Кенеттен алдыңғы панельдегі планшеттен жауап бер деген контактіден қоңырау түседі. Эдди оны елемей, жол іздеуді жалғастырады, бірақ оны біреу жасырын камера арқылы бақылап отырғаннан бейхабар. Содан соң бір бөлімшеден дөңгелек кілт табады да терезені соққылайды, бірақ бұл да көмектеспейді. Планшет қоңырау шалуды тоқтатқанда, Эдди есіктің панелін сындырып, қолын ішіне тығып, металл тілімінен жаралануға дайындалады. Планшет қайта қоңырау шала бастағанда, Эдди оны тағы елемейді және панельді шешуді жалғастырады, бірақ бұл да есікті ашпайды. Кейін телефонын қолданып көреді, бірақ байланыс жоқ. Басқа амал қалмаған соң, Эдди қоңырауға жауап беріп, көлік иесі Уильяммен сөйлеседі. Эдди оған боқтап, өзін босатуды талап етеді, бірақ Уильям күледі, жаза ретінде орындықтардың оны электрмен соғуына бұйырады. Уильям көлігіне 6 рет ұрлық жасалғанын, бірақ бірде бір ұры ұсталмағанын айтып, көлікті түрме секілді қауіпсіздік жүйесімен жабдықтағанын түсіндіреді. Қатты шошыған Эдди сөмкесінен тапаншаны алып, терезеге атады, бірақ оқ өткізбейтін әйнекке тиіп, кері серпіліп, өз аяғына тиеді. Ол ауыр жарақат алады. Осы сәтте жақын маңға бір әйел көлігін қояды. Эдди көмек сұрап айғайлайды, бірақ терезелер күңгірт әрі дыбыс өткізбейтін болғандықтан, әйел оны естімей, айнасындай қолданып кетіп қалады. Эддидің аяғы қатты қансырап жатса да, Уильям жедел жәрдем шақырудан бас тартады, өйткені өзін дәрігер санайды. Эдди телефонын тағы тексереді, бірақ ол әлі де істемейді. Уильям көлік барлық сигналдарды бұғаттап тұрғанын түсіндіреді. Аяқ киімінің бауын аяғына байлау қан тоқтатуға көмектеспейді, ал Уильям боқтаған сайын оны электр тогымен ұрып отырады. Бұл қан жоғалтумен қосылып, Эддиді есінен тандырады. Оянғанда, түн түсіп, жаңбыр жауып жатқанын көреді. Эдди таңғалған күйде аяғы мен қолының таңылғанын байқайды. Сөмкесін ақтарып суіне тамақ іздейді, бірақ бөтелкеде тағам да бос. Келесі күні таңертең Уильям қайта қоңырау шалып, өз өмірінен оқиға айтып бергісі келеді. Бұл Эддиді ашуландырады. Уильям оны тағы да тоқпен ұрып, кондиционерді қосып, йодл әнін ойната бастайды. Алғашында Эдди бұл ән жаман емес дейді, бірақ ол бірнеше сағатқа созылып, ақыры жүйкесіне тиеді. Түнде Эдди тоңып, орындық қаптарын көрпе ретінде пайдаланады. Қоңырау шалғанда, Эдди шын жүректен кешірім сұрап, енді дөрекі болмаймын деп уәде береді. Уильям ештеңе демей кондиционерді сөндіреді, бірақ оны әлі де босатпайды. Келесі күні Эдди бос бөтелкеге дәрет сындырып, көлікті бұза бастайды, бірақ ештеңе шықпайды. Уильям оны мазақ етіп қоңырау шалғанда, Эдди автотұраққа балконнан қарап тұрған біреуді байқайды. Олар сөйлесе бастайды, бірақ Эдди дөрекі сөйлегенде, оны тағы да тоқпен ұрады. Ол соған қарамастан Уильямға өзін өлтірсе, басы бәлеге қалатынын айтып, қоқан-лоққы жасайды. Эдди ешкімді өлтірмегенін, қаруын тек қорғаныс үшін ұстайтынын түсіндіреді. Бірақ Уильямға бәрібір, ол полицейлердің пайдасыз ақымақтар екенін айтып, ұсталып қалмаймын дейді. Уильям өзінің қатерлі ісікпен ауырып жүргенін, және өмірінде 4 ай ғана қалғанын айтып, сондықтан әділеттілік орнатуға тырысып жүргенін түсіндіреді. Ол Эддиден әлеуметтік қауіпсіздік нөмірін сұрайды. Егер бұл оның бірінші қылмысы болса, жұмсақ қарайды.
бірақ егер қылмыстық тарихы болса, кейбір елдерде ұрларға жасалатындай саусақтарын кесетінін айтады. Эдди нөмірін беруден бас тартып, адамдардың ұрлыққа амалсыздан баратындығын, өйткені жүйе оларға жұмыс бермей, ал байлар барлық байлықты иемденіп алғанын алға тартады. Ренжіген Уильям оны қайта тоқпен ұрып, әңгімені тоқтатып, музыка қосады. Кешке қарай көлікші қатты сиді. Эдди киімін шешіп, ыстыққа төзуге тырысады. Жаңбырдың өзін мазақтап жатқандай көрінеді, тіпті өзінің зәрін ішуді ойлайды, бірақ батылы жетпейді. Уильям оған су мен қалыпты температураны ұсынып, әлеуметтік қауіпсіздік нөміріне айырбастауды сұрайды. Эдди басқа амал таппай келсе. Нөмірді алған соң, Уильям жылуды сөндіріп, жарасын таңуға келгенде, су бөтелкесін орындық астына тығып кеткенін айтады. Бөтелкені бір жұтымда ішіп қойған соң, Эддидің ұйықтағысы келеді. Бірақ күртесінің қалтасындағы бірдеңе мазалай бастайды. Бұл бұрын сатып алған лотерея билеттері, және солардың бірін толық өшірмегенін байқайды. Енді өшіруін аяқтап, керек соманы ұтқанын көріп, қатты күліп жібереді. Сол сәтте Уильям тағы қоңырау шалып, не болып жатқанын сұрайды. Эдди болса ашық түрде кешірім сұрап, қылмыс жасағанына өкінетінін білдіреді. Оның шынайы әрі жылы сөздері Уильямды сендіріп, ол қолғап салғышты ашады. Ішінен бір жеңіл тамақ шығады. Эдди бірден оны алып жеп қояды да, салғыш ішіндегі тетікті байқап қалады. Бірақ ол қайтадан жабылып үлгереді. Сол кезде Уильям басқа біреуден қоңырау алып, сөйлесу үшін байланыстан шығады. Бірақ оның дауысы машинаның динамиктерінен естіліп тұрады. Және бұл оның расымен де дәрігер екенін растайды. Артынан Уильям кететінін хабарлайды. Эдди балкондағы адамның қозғалғанын байқап, оның нағыз тұтқындаушы екенін түсінеді. Уильям балконнан кеткен соң, Эдди камераға ортаңғы саусағын көрсетеді. Бірақ еш жауап болмайды, демек, ол енді бақылап отырған жоқ. Сол кезде Эдди қолғап салғышты сындырып, ішіндегі сымдарды суретке түсіреді. Тетікті басуға тырысып, қолын ішке салады. Бірақ бұл әрекет тырнағын сындырып, ауырып қалады. Екінші рет тырысқанда орындықтан ток соғады. Уильям бақылап отырған болып шығады. Келесі күні Эдди жай ғана отырғанда, аяғын қолғап салғыштың ішіне тығып, тетікке жетуге тырысады. Тағы бір күн өтіп, әлсіреген денесі оны өз зәрін ішуге мәжбүрлейді. Сол түні аяғымен тетікке қол жеткізіп, машинаның қуатын қосады. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмайды. Бірнеше минуттан кейін көлік тоқтап қалады. Уильям қайта хабарласып, оны мазақ қылады. Кенеттен көлік қайта жүреді. Бірақ бұл жолы Уильям оны қашықтан басқарып отыр. Машина Нью-Йорк көшелерінде жылдам жүйткиді. Классикалық музыка ойнап, Уильям қалада қылмыс істемді кеткенін айтып шағымданады. Бір тар аллеяға жеткенде, көлік екі қылмыскер бір адамды ұрып жатқан жерге тоқтайды. Көлік біреуін қағып кетеді, екіншісі қашып кетпекші болады. Уильям көлікті қақпаға соғып, оны жаралайды. Эдди жалынып, оны тоқтатуды сұрағанымен, Уильям ер адамның басын таптап өлтіреді. Эдди ашуға мініп, жаман сөздер айта бастайды. Бірақ Уильям музыка қосып, көлікті қайтадан жүйткітіп жібереді. Паркингтің шатырына дейін барады да, шетіне дейін жылдам келеді. Соңында тоқтағанымен, Эдди басын соғып, есінен танып қала. Келесі күні Уильям оның қызы Сараны мектепке апарып тастағанын айтып, оны одан сайын күйзелтеді. Көлік мектептің алдында тоқтағанда, Эдди шошып кетеді. Сара кетіп бара жатады. Ал көлік оны қууға кіріседі. Эдди барлық жақсы сөздерін айтып кешірім сұрайды. Тіпті өзін өлтірмек болады, бірақ тапаншада оқ жоқ болып шығады. Уильям жарасын таңғанда алып тастаған. Күн бойы Эдди үндемейді. Түнде ашуға булығып, барлық камераларды сындырып, планшетті тепкілеп сындырады. Байланыс жоқ болғандықтан, Сараға жазылған хатын да жібере алмайды. Көлік жаңа тұраққа тоқтайды. Уильям келіп, терезеден амандасады. Эдди оған шабуыл жасамақ болады, бірақ тағы да токпен тоқтатылады. Парфюмерия шашып, Уильям оған зип галстук беріп, қолын байлауды талап етеді. Эдди қарсы шықса да, шоктан кейін көнуге мәжбүр болады. Сөмке қалдырып, оқтарды қайта орнына қойып, Уильям оған сигарет пен кәмпит береді. Жолда Эдди оның қызы туралы сұрақ қоя бастайды. Бұл Уильямды ашуландырып, бірнеше рет басын тақтайшаға соқтырады. Содан кейін, қызын көлігін ұрламақ болған ұрылар өлтіргенін айтып, әділет туралы өз көзқарасын түсіндіреді. Эдди бұл уақытта аяғын қолғап салғышқа тығып, тетікке жетіп, қуатты сөндіреді. Көлік бақылаудан шығып, жардан құлайды. Эдди мұрнын сындырып алады, ал Уильям өз қаруымен кездейсоқ атып, жараланады. Көлік өзен маңында тоқтап, екеуі де есінен танып қалады. Таңертең байланыс қайта қосылып, Эддидің хаты жіберіледі. Ол алғаш оянып, байламнан босайды. Сол сәтте Уильям да есін жияды. Және соңғы төбелес басталады. Эдди ашуын Уильямға шығарып, тапаншаны алып, оны өлтірмек болады. Бірақ дәл осы сәтте Сара қоңырау шалып, хабарламасын тыңдағанын айтып, уайымдап тұрғанын жеткізеді. Эдди қызына бәрі жақсы екенін айтып, мектепке баратынын уәде етеді. Осы кезде көлік қозғалтқышы отқа оранады. Эдди есікті ашуын сұрайды. Бірақ Уильям бұл қызық болды деп өліп кетеді. Эдди сөмкеден балға тауып, терезені сындырып, көліктен шығып үлгереді. Лотерея билетін алып, өртеніп жатқан көлікті артта қалдырып кетеді. Жол бойында бір көлік тоқтап, оны көріп, жедел жәрдем ұсынады. Біраз уақыттан соң Эдди шеберханаға жетіп, фургонды алуға тырысады.
бірақ ол әлі дайын емес. Кешікпеу үшін Эдди фургонды сатып, велосипед алып, Сараның мектебіне асығады. Қызымен құшақтаса көрісіп, екеуі қатты бақытты күйде қайта қауышады.